ол жиырмасыншы ғасырдың соңындағы қайта құру реформаларының кезінде болып жатқан өздерінің бір шағын ауыл туралы жалпы айтылды. Бұл туралы әңгіме. Бұл жерде кітап жалпы юморлық түрде мысқылдау секілді жазылған комедия ретінде, бірақ ондай мысқылдаудың түбінде өте үлкен трагедия жатыр. Себебі, мысалы, бұның басталуы сол Алтай балаларындағы ауылды ауылда қалу не кету секілді екі сұрақтың ортасында қалу екі сұрақ бар. Басталуында олар сол халыққа өкініші, жалақының азаюы, халықтың сенімінің жоғалуы туралы басталады. Одан кейінгі оқиғаның дамуында колхоз тарайтын белгілі болған соң, ауыл бір-бірімен кішкене арасында конфликт секілді болады. Бір-біріне сенбеушілік, немесе пайда көріп қалу секілді адамдар, сондай секілді оқиға дамуы болады. Және де романның әр кейіпкері тағдыры әртүрлі. Себебі бұл жерде өте көп кейіпкерлер. Қойшы, мына жерде бізде шал, әмір шалдан тарайды. Ауылдың енді ағарай ауылындағы болатын тағдыры туралы айтылады. Жастардың бұл жерде көбісі кетуі, ауылдың қалуы немесе қалмау секілді екі көпірдің арасында қалған ауыл тұрғындары туралы көрсетілген болатын. Және де бұл оқиғаның соңында бұл ауыл толығымен жойылмайды, бірақ бұрынғыдай қалпына да келмейді. Сол кезде ауыл тұрғындары 7 отбасына сондай отбасы ғана қалады. Сол отбасының болашағы қалай болатын секілді ондай толық тұрғындар жоқ. Иілдің көмегімен сол кейіпкерлердің түрлерін көрсетіп шығарған болады. Қойшы, қуатыштың алғылары, жері көрді. Сол әдемі, иә? Қайтарғанға да көрді. Өте көрді. Ағы үйек, Алтайдың несі сәттер болса екен, бірақ. Еңгенде шығарады ғой. Сосын чат-GPT-ға салдым ғой. Чат-GPT-ға салған кезде, жаңа сіздер қарап түсініп қой біраз нәрсені. Бірақ не? Тарихи, рухани, өтір, ауылдың, бейіспен бұл кітаптың неде сол комедия жағында ол ауылды тұрғындарға жайратады. Өсекбайым ғой ол жерде. Әмір деген шал болып, соғыстан келген шал, кішкене соғыстан кейін кішкене алжып қалған, бірақ өзінің несімен кино көреді, алдын ала киноға көп кейін өткізіп қояды. И бір күні ол соғыста өзінің майдангерлерінің, қайтыс болған майдангерлерінің арнап ағаштан ескерткіш жасайды. И бәрі құтты болсын, керемет, біздің бұқырдағы жалғыз ескерткішімізді бәрі керемет болады да, сол ескерткіштің астында 3 адамның есімі жазылады. Сол өзінің әмір шалдың несі. Әдемгілері. Бірақ көбейер тақташада әркім ананы жазып кетеді, мынаны жазып кетеді. Біреу қараса, анау жоқ деп жазып кетеді. И сол жайлы айтылады. Сосын ең ауыр тигені маған Жаңғали деген қойшы қыстақта қой бағып жүреді ғой. Қой бағып жүрген кезде ол қойшы әйел өліп қалды. Қыста әйел өліп қалды да, үйдің іші жылу деп, ол суық, ол жылуына кірсе, мейіт сасиды. Мейіт сасиды да, ол нетеді, егер сенің бауырында қойшының айқайы естілмесе, қой маңырап, қозы жармаса деп, осылай ол өзіне жасалады, көзіне жасалады. Сол осы кезде қатты қалып қояды. Алтайда қой бағып жүріп, әйеліне
дұрыс. Дүниенің кеңдігін айтайын, бәтеңкең бәрі сөйлейін. Махаббаттың таудың биіктігін көрсетеді. Сол кездегі заманға далу көрсеткен сондай. Иә, сол жердің керек екен. Өте. Сосын Қазытай деген бір 30-ға келген аңғал жігіт жайлы айтылады, Тибет темір айтылады, кітапханышы Дәулетханды көріп, сен өзіңді көрген не болды мына жерде? Дәулетхан деген ауылда бір жиындар болды, осы жиындарға барып тұрып, неде жиында көрінген затты не етсем, глобальный заттарды обсуждать етеді ол кісі. Обсуждать айтады, Жапония елі құрып бара жатыр екен, не істейміз? Біз мысалы үшін мінездеме дегенді қою керек. Мінездеме бұл үкіметтің қашауы. Себебі мінездемені алу үшін қарапайым халық не істейді? Басшы жағымпазданады. Ол дұрыс емес дейді. Сосын әкім айтады, мінездеме болмаса оқушыларымызды қабылдамайды. Мінездемесі қалай өмір сүреміз? Ол біз талқылайтын зат емес. Сен оны газетіңе жаз. Газет мүмкін жоғары жақ талқыласа, жоғары жақтан үкім болып жатса, сонда көре жатармыз дейді. Сосын сондай көптеген заттарға салады ғой. Салған кезде оны басшылар жек көріп отырады. Құдай-ай, осы аузын жабады екен бір күнде Дәулетхан дейді. Осы үйленбеді, ауыз жабылмады деп. Бірақ халық оны нетеді? Жақтап Құдай-ай, жанын аштырады. Дәулетхан бүгін ештеңені тасып екен, Дәулетхан бүгін жайықтаса екен деп. Оны үкімет тазалап тастамаса екен. Ол жалғыз біздің жаңағы ашарымыз, осы арқылы біз Европаны беріп отырамыз.